Сәлем достар, енді Pindo'dan Қазпошта арқылы товар алдыруға болады. Бұрын ондай бөлім жоқ еді. Бүгін осы жақын арада Pindo'dan сіз өзіңізге товарды Қазпошта арқылы алдыра алатын боласыз. Ондай жаңа бөлімді бізге қосты. Менің деген бөлімге өтіп, местоположениені сөйлейтін болсаңыз. Дәл осы жерде сіздерде мынандай қызыл кнопка шығуы керек. Егер мынау болмаған болса, приложениені бір рет Play Marketке кіріп, обновить жасаңыздар. Егер обновить деген кнопкасы болмаса, удалить етіп, қайтадан обновить етіңіздер. Обновить еткеннен кейін мынандай қызыл түймеше шығады. Осыны басамыз. Осыны басқан жерге, мына жерге өзіңіздің аты жөніңізді ағылшын әріпімен жазасыз. Ағылшын әріпше жазасыз. Мына жерге өзіңіздің телефон номеріңізді жазасыз. Мына жерге енді біз өзіміздің тұратын тұрғылықты мекен жайымызды таңдаймыз. Мен Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан облысына қарасты 37 Қазақстан, яғни осы жерде тұрамын. Сіз өзіңіздің осылай адресіңізді, өзіңіз қай жерде тұрасыз, сол жерде таңдайсыз. Енді мына жерге сіз өзіңіздің өзіңіздің тұратын жеріңіздің көшесінің атын жазсаңыз болады. Енді көшесінің атын жазғаннан кейін мына жерге қарасаңыздар, мына жерге өзі автомат түрде сан жазылып шықты, көрген қараған болсаңыздар, иә. Бұл сан осы менің ауылымның индекс коды, яғни индексі 16, 12, 23. Егер мынадан да жақын Қазпошта болатын болса, сіздерде бұны өшіріп тастап, өздеріңіз басқасын жазсаңыздар болады. Яғни қайсы Қазпошта өзіңізге жақын, соны жазсаңыздар болады. Маған басқасы жақын. Мен өзіме жақын Қазпоштаның нөмірін, яғни индекс кодын жаздым. Осының барлығын түгел жазып болғаннан кейін барлығын тексеріңіздер, қатесіз болса. Себебі мына аты жөніңіз бойынша сіздің Қазпоштаңызға келетін болады. Мына телефон нөмір бойынша сізге Қазпоштадағылар сізге хабарласатын болады. Индекс кодты міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Және енгізіп болғаннан кейін мына қызыл түймешені басамыз, бізде сағат болады. Сағат болғаннан кейін сіздерде мынандай птичка бұдан алдыңғы енгізген карголарыңызда тұрады. Сол птичканы өзіңіздің жаңаға енгізген адресіңіздің үстіне басасыз. Және болды. Енді сіздің товарыңыз Қазпошта арқылы тікелей үйіңізге келетін болады. Енді бізге тағы бір сұрақ, келген сол товарыңыздың, яғни салмағы, ауырлығына болама қалай ақшасын төлейміз? Яғни сізге дәл осы ценамен жеткізіп бермейді, әлбетте. Ол үшін жол кірі ақысын сіздерден алатын болады. Енді оны қалай есептейміз, қалай білеміз? Демек, мына рубашканы көрейік. Осы рубашканы алатын болсақ, егер мінекей 795 юанға бізге береді екен, бұны алатын боламыз. Демек, өзіңізге керексін таңдайсыз, түсін таңдайсыз, яғни алға деген кнопканы басасыз. Енді бір жерде қараңыздар. Мына жерде 0,05 грамға, яғни 50 грамға сізге 14 юан ақша төлейсіз. Яғни 0,05 емес, жарты килоға емес, сіз 100 грамның жартысына, яғни 100 грамның жартысына 14 юан төлейсіз. Бұл жерде қараңыз, 0,1, яғни 100 грамдық затқа сіз 21 юан төлейсіз. Әр 50 грамға 5 юаннан қосылып отыратын болады. Әр 50 юан ақша сіз зат алған сайын, сол үшін тауардың үстіне 50 грамм қосылатын болса, сіз аласыз. Бұл жерде 21 юанға, сол үшін 100 грамдық зат аласыз. Енді осыны өздеріңіз көбейтіп есептеп көрсеңіздер де болады. Әр 100 грамға сіз 50 юан алатын болсаңыз, 1 килограмның ішінде 1000 грамм бар, 1000 граммды, яғни сіздер 5-ке көбейтсеңіздер 50 юан шығып жатыр. 50 юан. 50 юанға сіздер қосасыздар 14 юанды, 64 юан. 64-те 50 юанға сіздер яғни товар алайын деп жатсыздар. 1 килограммыңыз 64 юан. 64 юанымыз бізде қазіргі ақшамен есептейтін болсақ, қазіргі теңгемен есептейтін болсақ, 64 юанымыз болады екен 4448 теңге. Яғни сіз 1 килограммдық товарды 4448 теңгеге сатып аласыз. Яғни жол ақысын, бұл тек жол ақысы, сіздің өзіңіздің алатын товарыңыздан бөлек алатын жол ақыңыз. Ал егер сіз каргомен алатын болсаңыз, өзіңіздің каргоңыз, сіздің өзіңіздің қолданатын каргоңыздың жол ақысы қанша, сіздің өзіңіздің тұратын жеріңіз қанша, соған байланысты сіз товарларыңызды алдыра берсеңіздер болады. Енді өздеріңіз есептеп, қарап, товарларыңызды заказ берсеңіздер болады. Әлбетте түсінбеген жерлеріңіз болатын болса,
комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде көмектесетін боламын. Каналға подписка, видеоға лайк.